балалар, отыра қойыңдар. Балалар, бүгін біздің сабағымыз басталды. Енді қанекей мына жерде сендер флешкалар дайындап әкеліп, сендерге осы флешканың ішінде, әр флешканың ішінде топтардың сандар берген, яғни бірінші топ, екінші топ. Келеміз да осы флешкалардың ішіндегі топтарға қарай екі топқа бірге қалайық. Қанекей. Келеміз, мына жерден аламыз. Ішіндегі топқа қарай екіге бөлінеміз. Екі топ біргеміз. Ішінен аламыз, ішін ашамыз, ішінен алынатынын. Көреміз ішін ашып. Көрейікші кәм. Қаншасыншы топсың? Бірінші топқа отыра қой. Кәм бірінші топ. Балалар, біз өткен сабақта өткен тақырыпты еске түсіріп өтейікші кәмеші. Ол үшін мен сендерге квест ойынын дайындап қойдым. Сол ойын арқылы біз квест ойын арқылы тапсырмасын есіңізге түсіріп өтейік. Қазір тақтаға қараймыз. Тақта ашылып тұр сол жерде. Мынау кодты тереміз кәнекей. Кіреміз. Войти в урок деген басамыз. Войти в урок деген. Бәріміз. Сол жерде символ теріңдер деп тұр ғой, сол жерге сандар тереміз. Қазақ тілде тұрса, бізде сандар жазылмайды, сол үшін орысшаға ауыстырып аламыз. Войти в урок. Басында войти в урок. Войти в урок. Басамыз. Войти в урок. Енді ана санды жазамыз. 100, 509, 729, 100, 509. Қатесі жазайыншы. 509. Кім кірді? 729. Аты жөнімізді жазып кіреміз. Присоединиться. Присоединиться басамыз. Бас. 100, 509, 729. Қане балалар, мына жерде бөлме берілген. Осы бөлменің ішіндегі әрбір затты біз ашып көру арқылы, біз оның алдында ойнағанымызды білесіңдер, иә? Ашып көру арқылы сұрақтарды іздейміз. Сұрақтарға жауап беріп отырып па? Есік ашылды ма? Баста. Сұрақтарды ашып оқимыз. Соғамыз, тоққа соғамыз. Енді телефонымыздың басамыз. Сұрақ бар ма, шыға ма, шықпай ма көрейік. Формат бөліміне нені өзгертуге болады? Жауап бере берейікші осы жерде. Кәні? Дұрыс, суреттің қанықтылығын баса ғой. Готово. Қанша сұраққа жауап бердің? Мынадан көреміз. Бас. 5-те 5 сұраққа. Продолжить. Басам 10-ті ашып көрейікші. Не болды? Квест завершен. Сұрақтың барлығы орындалды. Отыра қойды. Х-ті басамыз біз. Болма, енді балалар, келесі сабағымыздың жаңа тақырыпты ашу мақсатында, келесі сабағымыздың жаңа тақырыбымыздың аты қандай екені, ол қандай тақырып, сол мақсатында мен сіздерге мына жерде кішкене ғана не дайындап беремін? Пазл. Қанекей, екінші топ бірігіп, бірге тек мына пазлды құрастырамыз. Бірінші топ келе қойыңдар. Тез-тез. Қаберсінші. Теспе оған. Бәрі бірге. Қанекей, тез-тез. Уақыт өткізбейміз. Тез-тез жылдам. Мақтағыз бен мысық. Яғни мақтағыз бен мысық ертегісі екенін қаяқтан көріп тұрмыз? Айтыңдаршы. Қай жерде көріп тұрмыз? Суретінен, суретіне қарап, және мына жерде жазылған несінен сөзіне қарап, біз мақтағыз бен мысық ертегісі екенін естіп тұрмыз, байқап тұрмыз, отыра қойыңдар. Қандай? Ақылды лақ. Қандай? Ақылды лақ ертегісі шықты. Ақылды лақ ертегісін біз оның несіне қарап, лақтың суретіне қарап, және оның жанындағы айтылған сөзіне қарап, ақылды лақ ертегісі екенін біліп тұрмыз, отыра қойыңдар балалар. Қарайшы, бүгін өтетін тақырыбымыз қандай екен, оқиықшы кәдімгі. Сабақтың тақырыбы қандай екен, айтайықшы оқу. Қандай? Мәтіндегі
Қараңдаршы. Иллюстрация дегеніміз мәтінмен бірге берілетін сурет, фотосурет және схема, иә. Мына жердегі біз бірінші ертегі қандай ертегі? Қарлығашы, құйрығы, неге айыр ертегісі, иә. Оның осындай ертегі екенін біз оның шетіндегі суреттеріне, ортасында мәтініне қарап не істейміз? Білеміз, иә. Анда жерде мәтін жоқ. Бұл қандай ертегі? Қошқар ертегі, яғни біз суретке қарап, схемаға қарап, газет журналдарда, кітап оқығанда қандай ертегі туралы айтылып жатқанын, қай ертегінің кейіпкерлері екенін біз олардың суреттеріне қарап анықтай аламыз, иә балалар? Сонымен бүгінгі біз өтетін тақырыбымыз мәтіндегі иллюстрация екен. Иллюстрация дегеніміз мәтінмен бірге берілетін сурет, фотосурет және схема. Келесі. Енді балалар, иллюстрацияны біз қай бөлімнен алып қолданамыз? Біз балалар, иллюстрациялар бөлімін біз Word мәтіндік редакторын өтіп жүрміз, иә? Білесіңдер, иә? Не істейміз Word мәтіндік редакторын айтыңызшы? Не істейміз? Жазып жатамыз. Аха тағы? Тағы не істейміз? Иә, мәтін тереміз. Яғни, енді бүгінгі сабақта біз иллюстрация бөлімінде өтетін боламыз балалар. Иллюстрация бөлімі біз мынау ставка бөлімінде орналасқан. Ставкада. Міне мен қызыл стрелканы көрсетіп қойдым. Word мәтіндік редакторына кіргенде иллюстрация бөліміне өту үшін ставканы пайдаланып, соның ішіндегі иллюстрациялар бөлімі пайдаланылады екенбіз. Балалар, енді мына жерде қараңдар. Ставка бөлімінде қандай иллюстрациялар бар? Бірінші ол рисунок, яғни сурет, өзіміздің компьютерге сақталған сурет, не болмаса оны интернеттен жүктеп алсақ болады. Екінші бізде картинкадан да біз суреттер кірістіріп, оларды өңдей аламыз. Үшінші бізде фигурадан да біз ол жерде әртүрлі фигуралар арқылы не істейміз? Өзімізге фигура кірістіріп аламыз. Мына жерде смарт фигуралар бар. Оны смарт фигураларды смарт арт деген неден кірістіре аламыз. Диаграмма, мысалы, мектептің білім сапасын шығару үшін болса, біз осы диаграммаларды қолданамыз. Яғни ставка бөлімден осы иллюстрацияларды біз қолданамыз. Енді төменде жазып қандай? Word мәтіндік редакторына біз иллюстрация көрсету үшін мынау ставкасын басамын. Мынау бізде иллюстрациялар бөлімі. Рисунок, картинка, фигура, смарт-арт, диаграмма. Осылар иллюстрациялар жатады. Енді балалар, сурет жүргізу үшін мен рисунок батырмасын басамын. Осы жерде изображение. Енді балалар, осы суретті өңдеуге болады. Яғни бұның жаңағы түсін өзгертуге болады, қанықтылығы, шекарасын өзгертуге болады. Енді мен мынау суретке, дайын сурет болғандықтан, мен бұның несін өзгертемін? Шекарасының қалыңдылығын өзгертемін. Міне, граница рисункаға барамын. Суретті міндетті түрде белгілеп аласыңдар балалар. Одан кейін граница рисункаға барамын. Толщина деген таңдаймын. Осы жерде, мінекей, мына жерден өздеріңе керекті толщинаны таңдайсыңдар. Толщинаны таңдадым. Енді бұған балалар бұл суретке эффект беруге болады екен. Ол үшін эффекты для рисунка батырмасын басамыз. Міне, мына жерде көптеген эффекттер бар балалар. Өздеріңе ұнаған эффектілерді қойып алсаңдар болады. Мен мысалы жай отражениені алып көрейін. Отражение дегеніміз не деген сөз? Көлеңке. Бұл суреттің көлеңкесі түсті, иә балалар? Екінші иллюстрация пайдаланамын. Ол үшін не істеймін қайта? Ставкаға барамын. Фигураға барамын. Өзіме керекті фигураны таңдап алайын, иә? Мысалы, смайликті ала салайын. Смайликті таңдадым, иә? Енді смайликтің түсін өзгерту керек. Ол үшін сурет белгіленіп тұрады. Мына заливка фигураға барам. Осы жерден сары түске өзгертіп алайын, иә? Шетіндегі контурын өзгертсем болады, иә? Ол үшін не істеймін? Толщинаға барам. Мына жерден өзгертемін. Эффект беру үшін балалар кім айтады? Осылай өздерінің керек жерлеріне қойып орналастырып. Келесі иллюстрациямыз бізде смарт-арт фигура болып көрейік, иә? Мына жерде балалар көп деген смарт-арт фигуралар бар. Қарап тұрсаңдар, мен оны салға деп біреуін ала салайын. Шиіп алайын мұны. Осы арқылы шиіп аламыз. Мына жерге текст жазғанда болады. Оң жағын басамыз, ешқанда. Осы жерден текст жаза береміз. Келесі балалар.
өлшемге үстіне басыңдар текст жазамын. Өздерінің қалауларынша өзгерте бересіздер. Келесі бізде иллюстрациямыз диаграмма, иә балалар? Мен жаңа айтып кеткен диаграмма бізде біздің білім сапамызды, білім көрсеткішімізді, оқыш саны қанша, оның қаншасы 4-пен, қаншасы 3-пен оқиды деген сияқты. Сондай кезде пайдалансаңдар өте жақсы. Міне конусты, домалақ, неше түрісі бар. Кез келгенін таңдай саламыз. Бұны да өзіміздің қалауымызша өзгертіп ала береміз. Сонымен біз иллюстрация бөліміне не кірістірдік? Диаграмма кірістірдік, иә? Smart Art фигурасын кірістірдік. Сурет кірістірдік. Және де смайлик фигуралар кірістірдік. Яғни балалар, осының барлығын біз қандай бөлімнен кірістіре алады екенбіз? Борттағы қандай бөлім намға қалай аталады? Жоқ. Иллюстрация бөлімі арқылы біз суретке кірісті осындай кірістіре аламыз. Келесі балалар. Мына жерде балалар қараңдаршы. Қарлығаштың құйрығы неге аяр ертегісін өзіне жазып қойған. Енді осының мына жерде сурет әдемі болмай тұр, иә? Мысалы суретті ортасына қойып, шет жағында жазулар тұру керек болса, біз бұл жерде положенияны пайдалана аламыз. Түсінікті ма балалар? Мына мышканың оңырағын басып пайдалансаңдар болады. Мышканың оңырағын басасыңдар. Объективный текстом деген жерде мысалы контурымызды алсай. Не болды? Суретіміз бір шетінде жазуымыз, бір шетінде тұрып қалды, иә? Әдемі болды, иә? Астына қоясыңдар болады. Мына объективный текстің ішіне кіресіңдер де, осы жерде бұны қандай бересіңдер. Вокруг рамки, рамданың шет-шетінде тұрады. По контуру осындай болып тұрады. Астында болса мынандай болады. За текстер болса, не істейді? Ішіне кіріп кетеді. Осылай өздеріңіз қалауларынша өзгерте берсеңдер болады. Енді балалар, сендерге тапсырма, Word мәтіндік редакторын ашамыз. Топпен тапсырма балалар. Компьютерлер жоқты, бір осылай береміз. Word мәтіндік редакторын ашуды білеміз. Word мәтіндік редакторын кіреміз. Балалар, сендердің компьютерлеріңе сурет жүктелмеген. Оны интернеттен жүктеп болса, қазір көп уақыт алады. Оданша сендер мынау нелерді мен кірістірген фигураларды кірістіріп орындай берейік. Суреттік не бар? Сурет кірістіре берсең болады балалар. Көріңдер, изображенияның ішінде сурет болса, кез келген сурет кірістіріп өңдей беріңдер. Керек сурет таңдап аламыз. Стартаға кіреміз. Фигура. Шрифтеміз. Şimdi sureti біткен. Онда ставка бөлімдегі иллюстрацияға пайдаланамыз. Фигуры, значит, smart art, диаграмма, жаңа мен көрсеттім. Соның барлығын ашып, фигура жазасақ көрсетесің. Фигура жазасақ. Балалар, суреттің шекарасын өзгертеміз. Шекарасын толщина местерге бағана түсіндіріп қойды. Сол арқылы өзгертеміз, суретке эффект береміз. Таласпаймыз, дұрыс. Бірге жасаймыз, бірге. Смайликтің түсін өзгертеміз. Эффекті береміз, смайликке түсін өзгертеміз. Қайта дұрыс, ставқа қаламыз. Дұрыс, суретті белгілепті, осы белгілепті. Міне, форматқа басса, форматқа бас. Айттым ғой бағана, балалар шықпаса, форматқа басамыз. Қатасы. Мышқаны орналастырамыз. Мынандай болған кезде келесі не болады? Бірақ жүрек кіргізіп жатыр, әдемі. Эффект береміз. Эффектін түрлендіріп бере берсеңдер болады балалар.
орындап отырып балалар. Әр тапсырманы орындап болған кезде алдарында бағалау құрамына не істейміз? Жазамыз. Кезек-кезек тапсырмаларды орындаған кезде өздеріңіз бағалау шығамыз. Қаншалықты орындадық? Осының бәрін салдық па? Кіргіздік па? Ефекті бердік па? Фигураларды пайдаландық па? Кәдімгі кестесіз. Кезекпен асықпа оған. Өзің орындап оған не істейсің? Мен жалпы айтасың. Дұрыс, қыздар, жарайсыздар. Енді бағалау тарағына әркім өзінің орындаған тапсырмасына байланысты бағалаймыз. Қалдар, олай болса келесі тапсырмаға көшейік. Vamos, қараймыз. Сіздерге ойын. Балалар, бірінші топ бізде кім? Сәтбек болсын, иә? Екінші топтың. Бірінші топтың Ерке болсын, иә? Топ басшысы. Кеттік қарай. Мына жерден екі топ басшы. Сұрақ қандаймыз? Кім қандай сұрақты деді? Сәтбек тұра ғой. Цифр шыған компьютерда лабиринт. Қандай? Цифр. Сұраққа жауап береміз командамен. Жұртпен, топпен. Суреттегі батырма қызметі бағана көрсеттім, өздеріңіз істедіңдер. Басқа командадағы басқа оқушылар жауап береміз, сендер емес. Сендер жауап беремесіңдер болады. Ұқайды, сендердің топқа кетеді. Қанеке қыздар? Қанеке? Не қоямыз? Диаграмма қоямыз одан батырма. Сурет қоямыз, жоқ түрлі фигуралар қоямыз. Оқушылар айтады. Қандай? Түрлі фигуралар. Көрейік, дұрыс па? Дұрыс па? Келесі сұрақ. Бұл жерде бізде Сәтбектің тобы жауап берді. Келесі. Екінші топ. Бірінші топ берді. Қане? Ерке. Қандай қайсы? Компьютер. Бұл бөлім арқылы мәтінге не қосамыз? Келесі жауап береді. Айта қойшы. Кім бірінші айтады? Сәтбектің тобы. Тексеріп көрейік. Дұрыс па? Диаграмма қосамыз. Және бізде Сәтбектің тобы отырып отыр, иә? Келесі Сәтбектің тобы қайсы? Қандай? Файл ма? Қандай бөлім? Жоқ, бірінші кім жауап береді сол? Айтамыз. Иллюстр емес, жөндеп айтамыз. Қандай бөлім? Иллюстрация бөлімі, иә. Дұрыс па? Бұл жерде кімнің тобы жауап берді? Компьютер таңдады, иә? Еркенің тобы жауап берді, өте дұрыс. Келесі, Сәтбектің тобы. Балалар, қойып қойған сұрақтар не қылып Сәтбектің тобы. Айта ғой. Шыққамыз. Республикалық батырмасы арқылы мәтінге не қосамыз? Ат айтып тұр. Жауап бермейміз ба? Еркенің тобы. Сендер осы партисіңдер ғой. Қайсет жаңа таңдағанымыз? Шыққан. Кімнің тобы жауап берді? Еркенің тобы. Дұрыс. Келесі. Қана. Қай топ? Тез таңдайсыз. Еркен тобы қана айтаршы. Қайсы? Егіздің тобы бар. Өте дұрыс. Бұл батырма. Қай бөлімде? Смарт арт. Дұрыс па тексерейік? Дұрыс екен. Қай топқа береміз? Сәтбектің тобына береміз. Өте дұрыс. Келесі. Робот. Таңдаған жоқсыз ба роботты?
регистрация бөлімі қай батырмада орналасқан? Тез. Қай топқа бөлеміз? Келесі. Так, бізде қалды лабиринт, датчик, компьютер, передатта, цифр шығару құрылғылары. Кеттік. Тез. Ерке, қолын таңдасын сенің. Тез. Давай. Любойын таңдай бершін, аттандай берін. Тез, ақки емейміз, жауап береміз. Қайта отырып берді. Енді цифр, лабиринт, датчик, компьютер шығару құрылғысы қалды. Тез. Цифр таңдай. Кім жауап береді? Тез. Ақки демейміз. Аға. Қайта жауап берді? Қайсына қойып жағамыз? Сәтбек. Келесі. Шығару құрылғылары қалды, иә бізде? Қанекей. Борт қандай деп жатыр? Кім жауап берді? Еркен дұрыс болды, иә? Келесі. Қайсы қалды балалар қолында? Дәтші жауап беріп қойып қой. Эффектілер суға батырмас. Қандай қызмет жасады? Жасауларды өзгерткен. Келесі бізде компьютер мен лабиринт ғана қалды. Компьютер мен лабиринт алайын. Лабиринттер суға батырмасын. Қандай қызмет жасады? Тез. Компьютер ғана бар. Компьютер. Бұл бөлім бағалаймыз өздеріңіз. Темекер болсын. Сәтбекті және Еркені болып құттықтаймыз. Енді балалар. Так, балалар, өзіміз бағалы барамыз. Так, жазамыз тапсырмаға. Бірінші біз орындаған тапсырма. Балалар, течка қоймаймыз, бал береміз. 10 балдық жүйемен бағалаймыз. Жалпы барлығы 10 бал болу керек. Үй тапсырмасы бізде 3 балмен. Жаңа сабақты түсіндіру бізде 4 балмен, мынау соңғы тапсырма бізде 3 балмен бағаланады. Қайын тез бағалаймыз. Содан кейін балалар бүгінгі сабақты қаншалықты түсіндік, кері байланыс береміз. Бағалау параметрі жазып болған. Жазамыз. Өзінің бағаларыңды қоясыңдар. Мұғалім бағасы деген жерге мен өзім қоямын, аты жөнімізді жазып өткіземіз. Төртеу. Мәжбүр еще. Қайын. Теңге тең болыңдар, жарайсыңдар. Балалар, ол сақ кері байланыс береміз. Бүгінгі сабақты қаншалықты түсіндік тағдырда тұрған білім қоржыны әдісі арқылы мына жерден асықтарды таңдап аламыз. Асықтарды таңдап аламыз. Әнекей.
қатыстыңдар. Сау болыңдар, сабақ аяқталды.